Криптовалюта дегеніміз не? Криптовалюта бұл цифрлық валюта, бұл ақпараттардың блоктары. Оған қарамастан оның күнделікті қолданып жүрген ақшамыз сияқты қолдануға болады. Криптовалюта өндіріледі, айналымда және желіде сақталған. Криптовалютаны арнайы электронды амиандарда сақтауға болады және өзара басқа амиандарға банкты араластырмай жіберуге болады. Криптовалютаның басты артықшылығы бұл оның тәуелсіздігінде. Олар үкіметке немесе қаржылық институттарға тиесілі емес. Ақша тікелей сатушыдан сатып алушыға өтеді, ал барлық системаны өздері басқарады. Қазіргі таңда цифрлық ақшаның CoinMarketCap деректері бойынша 20 000 түрі бар. Олардың арасындағы негізгілері биткоин, эфириум, лайткоин, полигон, Uniswap. Криптовалютадан табыс табудың жолдары: криптобиржалардың көмегімен, майнинг ферма арқылы, ретродроп арқылы, іс-шараларға қатысу арқылы. Криптовалюталық биржа бұл биржада ойнау арқылы. Бұл кез келген жердегідей токен құлап жатқан кезде сатып алып көтерілген